кез келген радикалды адам болмаса радикалды идеология мектеп бірден радикалды позицияларын көрсетпейді. Диобанди. Елімізде соңғы жылдары осы қозғалыс жайлы жиі айтылады. Амалда Ханафи мазхабын ұстанатын Диобанди жамағатының экстремистік ұйымдармен байланысы бар ма? Исрафилшілер деген о да бір диабанттық мектеп YouTube арқылы халықтың арасына іріткі салып жатыр. Кез келген нәрсеге фанаттық тұрғыда идеологиямен берілетін болса, ол адамға, өзіне және қоршаған ортаға зиянын береді. Қазір дін төңірегінде тартыс көп, танымға талас жоқ. Бірақ кейбір әсіре діншілдер не білімі таяз надандар өз ұстанымдарын дінге теліп әлек. Салафизм, ваххабизм, такфиризм жолында жүріп жатқан адамдар бар ғой, мысалы Сирияға барып жатқан. Ол осознанно істеп жатыр ғой, мысалы. Ол түбінде біледі де, бір күн істалам, өзім сұрағымды алам. 7 жыл алған кезде мен ойландым, мен қалай білмеймін. Удар болды да, мен потому что мен оған дайын емес едім. Арнұр Жиенбаев терроризмді насихаттап, діни алауыздық тудырған, сот үкімімен 7 жылға сотталды. Намаз бастағалы 10 жылдай шамасы болып қалды. Ханафи мазхабында, матурид ақидасында болған. Ол Исрафил Бегей бізге қателеспесем 2011-2011 жылы, 12 жылы келген кезде бізге ұстаз деген екен еріп тыңдап, сол группасына кірген болатын. Исрафил Бегей деген кісі Диобанди ағымның өкілі. Өтірік айтсаң рұқсат дейді. Ирандық этникалық қазақ Исрафил Бегей. Қазақта бір сөз бар ғой, келіннің бетін кім ашса солтүстік дейді. Оларға дінді үйретті, шәкірт ретінде тәрбиеледі. Діни айыптаулармен қызметінен алынған кезде, әрине олардың шәкірттері қалып кетті. Сол себепті де біздің қазір батыстағы Жаңаөзендегі әсіресе Ақтау маңайындағы жамағаттарды, бұл тек қана Ақтаумен шектелмейді. Диобандилік мектептің идеологиясы біздің Қазақстан территориясында да белгілі бір деңгейде таралып үлгергендігін көреміз. Шетелге кетіп оқығандар тек қана Саудияда ғана оқып келген жоқ. Пәкістанда да қаншама азаматтар оқып келген. Ал Пәкістанда оқып келгендердің негіз басым көпшілігінің идеологиясы Диобандия. Диобанди 1866 жылы Үндістанда пайда болып, Оңтүстік Азия елдерінің Ханафи мазхабын ұстанатын мұсылмандар арасында кең тараған қозғалыс. Жамағаттың негізін үндістандық Мұхаммед Қасым Нанауи мен Рашид Ахмад Гангохи қалаған. Олар рухани бастау ретінде Моңғол империясы тұсындағы реформатор Шах Лали Уллахтың көзқарастары мен уахабилік ұстанымдарды арқау еткен. Салафилік алғашқы кездегі нәрсені қазіргі қоғамға сай, қоғамды алғашқыға қайтару түсінігі болса, диабанттық санада түсінікте алғашқы консервативті деп айтады. Мысалы, алғашқы кездегіні осы заманға сай түсіну. Сен солай түсінгеннен кейін бұл замандағы ханафилікпен сенің араңда үлкен бір түсініспеушілік туындайды. Диабанттық санадағы адамның өзін анықтау үшін қай мектепте оқығандығын, қай ұстаздан, қайдан алғандығын қарай анықтау керек. Өйткені араларында 900-ге жуық диабанттық салада оқу орны, медресе, мектеп бағыттары бар. Қазақстанда да жоқ емес. Батыстың өзіндегі Исрафилшілер деген о да бір диабанттық мектеп. Одан бөлек Индияда ілім алған ағылшыншамен қатар сол санадағы мектептің ілімін жалғастырушы топтар да бар. Үшінші жақтағы бейтараптар да бар. Арнұрдың діни білімі жоқ, компьютерлік графика маманы. Бірақ нәпақасын базардан тапқан, саудада жүріп дінге бет бұрады. Телеграм мессенджерінде сырттан келген Диобанд бағытының уағызшысы Исрафил Бегейдің каналына қосылады. Қосылып қана қоймай, сол топтың тізгінін ұстайды. Ол жерде әркім өзінің атымен отырмайды.
куния деп айтылады, анонимный, мысалы абу мұхаммад, абдуллах деген сияқты аттармен отырады. Кім екенін ол жерде білмейсіз. Пакистанда немесе Индияда бір Диабант деген жер бар, оқу бар екен. Ол жерде в основном ханафи мазхабынан шығады деп. Бірақ оның өзінің секталары бар деп, ішінде өзінің фатуасы бөлек дейді. Ол сол елге арналған, біздің Қазақстанға жүрмейді. Исрафил бегей сол Диабанттың несін, фатуасын біздің Қазақстанға да айтты да сол кезде. Фатуа орынға, уақытқа, адамға, жағдайға қарап өзгереді. Осының бәрін білу керек. Шариғат пенен фиқ деген нәрсе бар. Ғалымдарымыз фатуа берген кезде айтады, тозақ пен жәннаттың ортасында тұрған сияқтымын дейді. Фатуа берген кезде мынау нәрсені рұқсат бердім деген сөз, бұған Құдай Тағала рұқсат берді деген сөз болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында шариғат және фатуа бөлімі бар. Осы фатуаны дайындайды. Кейін Қазақстанда ғұламалар, олар оны не қылады, қарайды, талқылайды. Сол тура болғанда ғана ол не фатуа жарыққа шығады. Әлемдегі муфтилармен тіке байланыстамыз. Біздің шыққан фатуамызды, біз олардың шыққан фатуаларын қарап отырмыз жаңағы. Ол Құдай сақтасын, бір жерден қателессек, Алланың алдында, халықтың алдында, ол мемлекеттің алдында біз не аламыз, жауап береміз. Бұл ойнай тұрған нәрсеміз бұл. Диобандықтар мәзхабта ханафи жолын ұстанады. Бірақ салафилік, уахабилік сеніммен ұштасатын тұстары көп дейді сарапшылар. Басқа діни көзқарастағы адамдарға төзімсіз саяси амбициялары да бар. Әлемдік картинада Үндістан, Пакистан жағдайында қазір олардың саяси партиялары бар. Және парламенттік сайлауларға түседі, коалиция құра алады партиялармен. Былайша айтқан кезде саясиланған исламның бір формасы. Мұсылмандардың дін саясат қараласпайды деген ұстаным бар ғой. Бұларда ол нәрсе жоқ. Яғни саясатты пайдаланып отырып, билікке келуге талпыныс бар. Негізгі исламдық білімнің негізін платформасын сол медреселер құрағандықтан, кейбір қарулы топтардың да диабандиларға байланысы бар екендігі айтылады. Қаржылық көздерді кейбір араб мемлекеттерінен қамтамасыз еткенде байланысты уахабиттік, салафиттік идеологияны джихад мәселесінде пайдаланады деген мәселелер де бар. Мысалы қарайтын болсақ, Даиштегі ИГИЛ Сирияда болған оқиға, ол да бірден 1000 адам, 100 000 адам болған жоқ құрауыш күштері. Алғашқы бастапқы салдарлары 10 адам, 20 адам, 100 адамнан кейін сөйтіп құрала келіп, көптеген уже қоғамға әсер ете алатын топ құрыла білді. Сондықтан біз мына жамағаттарға тақуалық әрекет жасап жатырмын деп, қоғамға, елге, дінге зарар беретін әрекетке кетіп қалудан біз сақтандыруға шақырамыз. Диобанди ғылым мен прогресске ұмтылмайды. Зайырлы қоғамның мәдени және әлеуметтік құндылықтарын мойындамайды. Бұл қозғалыстың ұстанымын таратып жалғастырушылардың бірі таблиғи жамағат ағымы. Соңғылары біздің елде экстремистік ұйым деп танылып, сот шешімімен республика аумағында қызметіне тыйым салынған. Сәләфизмде мысалы намаз оқымағанды, үлкен күнә жасаған адамдарды кәфір дейді. Мысалы жастайынан намаз оқымай келсе де, бірден намаз бастаса, алдын кәфір болып жүрді. Әке-шешелерінде мысалы намаз оқымай, тамақ жемей олардың қолынан су ішпей, неге кәфір адам болған кейін бірге отырмайды асыққандай. Келіндер де солай болып алған кезде мысалы бөлек шығып кетіп деген сияқты. Біздің дәстүрге де қайшы келеді. Диабанди жайлы айтатын болсам, жаңағы тікелей айтылатын буквализмнің сол көріністері бар да ол жағынан. Ханафитпіз деген ойында бар, бірақ радикализмді олар сезбейді. Өйткені эмоцияға, агрессияға беріліп, живой пример өзім мысалы осы жерге басылдым десем де болады, менде ондай нәрсе болмады емес, болды. Арнұр Диобанди жамағатының телеграм каналын белсенді түрде жүргізді. Жабық желіде мемлекеттің бағыт-бағдарын айыптап, зұлымдықты дәріптеді. Ал ол каналға тіркелгендердің көбі жастар болып шықты. Исрафил бегейдің осындай қателіктерін, терроризмге қатысты, экстремизмге қатысты уағыздарын кейінірек барып түсіндік қой. Өйткені мен де қазір жаспын деп айта аламын, 35-темін ғой. Менде де эмоция бар, агрессия бар, барлық адамда болады ол. Шайтанға беріліп кету, мен мойындаймын, уағыз салғанмын. Фанатизм бір зиян жері, ол кісі қате айтып жатса да, немесе адасқан бір нәрсенің терроризмді, немесе экстремизмді, сондай нәрсені айтып жатса да, сен оны қабылдамайсың.
қалай бар солай алып оралай бересің. Неге? Ақтабағым келіп тұрады да, өткен жақсы көрген адамыңыз саған жаңағы сүйкімді болады да. Диобанди қозғалысының жақтастары даналықты таңдамайды, догматизммен көп даурығады. Маңғыстау облысының теолог мамандары жастар арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын күшейткен, дәстүрлі діни құндылықтарын жеткізіп, адаспаудың жолын нұсқауда. Исрафил ол ойлады, мен жаңа салафиттермен күресіп жатырмын деп ойлады, бірақ сөйтіп адамдарды екіге бөліп тастағанын байқамай қалды. Исрафил бегейдің көзқарасын ұстанған бір жас жігіт болды, 95 жылғы. Сол қарап отырсаң, әке шешесінің сойған етін жемейді. Ойлап қараңыз, өзім соям деген де алды. Қазақта айтады ғой, дін білмейтін дін бұзады дейді. Дүмше молда дін бұзады дейді. Дәл соған әкеледі. Екі белгісі бар ғой, мен өзім резко байқаймын. Бірінші, ол өзін лидерге өзін байлақ қоюы. Сосын ақылдан ажырады. Бауыржан Момышұлы айтады, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Арнұрдың абақтыға қамалғанына 3 жыл. Ол Иран азаматы елден аластатылғанда ақылға салмай агрессия көрсеткеніне өкінеді. Өзгеге көзсіз сену адамгершіліктен адастырып, ауыр қылмысқа апаратынын түрмеде түсінгендей.